Жиында қаралған бірінші мәселе кәсіпкерлік субъектілерінің пайдасына шешілген сот актілерін орындамаған мемлекеттік органдар туралы мониторинг жасалынған. Облыстық әділет департаменті берген мәліметтерге сәйкес, ағымдағы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы сот актілерін орындамау негізінде кәсіпкерлер палатасына қаралған 136 миллиард теңге өндіру мақсатында 18 іс келіп түскен. Сот актілерін орындамаған бір қатар кәсіпкерлік мекемелердің істеріне қатысты шешімдерді қарау кейінге қалдырылды. Ол жерде қандай себебін, негізін біз тексеріп анықтайық. Ол үшін 18 сот орындау іс парағын тізімін берсеңіздер, біз оны тексеріп, келесі отырыста қарап. Екінші мәселе Алатау фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорына қатысты қозғалған қылмыстық іс негізінде құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау туралы арызы тыңдалды. Мұнда бухгалтерлік іс құжаттардың 43 бумасы із түссіз жоғалып кеткені мәлім болды. Іс облыстық прокуратураға 26 қазан күні өткен. Прокуратура қызметкері істің нәтижесі бір айдың ішінде белгілі болады деп сендірді. Жақын арада Алатау фарм қызметкерлерін барлығын шақырып, тергеуші шақырып, барлығын сөз анықтап, белгілеп, шара көреміз. Үшінші мәселе мемлекеттік сатып алу процесін жүргізу кезінде жасалынған кемшіліктерге қатысты. Яғни денсаулық сақтау басқармасына тиесілі мекемелердің отандық өнім өндірушілерді қолдау туралы қаулы нормаларын ұстанбай, 60-қа жуық мемлекеттік сатып алу процестері жүргізілгені туралы. Облыстық отандық өнім өндірушілерге қолдау көрсету саласында 69-ға жуық кемшіліктер жасалғаны анықталды. Кеңес мүшелері жиында қаралған мәселелердің кәсіпкерлердің пайдасына шешілуін бақылауды облыс прокурорының көмекшісіне тапсырды.